Бізде келесі сұрақ: химиялық элементтердің периодтық кестелерін құру тарихы. Жалпы бұрынғы замандарда белгілі болған химиялық элементтерге біздер алтын, күміс, қалайы, мыс, қорғасын, сынап, сурма, мишак, көміртек, темір, күкірт және мырышты жатқызуға болады. Химиялық элементтердің алғашқы ашылуы Генинг Бренттің есімімен тікелей байланысты. Ол алғаш рет 1669 жылы фосфор элементін ашқан болатын. Содан кейін 200 жыл ішінде химиктер әртүрлі химиялық элементтер мен олардың қосылыстарының қасиеттерін зерттеген. 1869 жылға дейін ғылымда 63 химиялық элемент белгілі болды. Жаңа элементтер санының артуы ғалымдардың оларды топтарға жіктеп, арасындағы заңдылықтарды анықтауына септігін тигізді. Енді периодтық кестенің пайда болу тарихына тоқталайық. Антуан Лавуазье алғаш рет 33 элементтен тұратын тізім жасады. Тізімде металдар мен бейметалдар арасы ажыратылды. Кейінірек Лавуазье енгізген кейбір элементтердің қосылыс және қоспа екені белгілі болды. 1829 жылы Йоган Дебрейнер сол кездерге белгілі элементтерді ұқсас қасиетті үштіктерге, яғни триадаларға жіктеді. Ол триадаларға галогендер триадасы, хлор, бром, йод, сілтілік металдар триадасы, литий, натрий, карий тағы басқа триадалар кірді. Мына суретте көрсетіліп қойған жанымыздағы. Дебрейнер триада ортасындағы элементтің атомдық массасы екі шеткі элементтің атомдық массаларының қосындысының ортасына тең екендігін тапты. Осылай бізде Дебрейнердің триадалары осылай тұжырымдалады. 1864 жылы Ньюленд 60 шақты белгілі химиялық элементті атомдық массасы бойынша орналастырып, бірінші және 9-шы, екінші және 10-шы элементтер ұқсастығын байқады. Осы ұқсастықты қайталанатын октава ережесі деп атады. Немесе бұны ноталар, яғни до, ре, ми, фа, соль, ля, си деп тұрғандай ноталар ережесі деп те айтады, яғни октава ережесі. Яғни бұл артықшылығы бірінші және 9-шы элементтің немесе екінші және 10-шы элементтердің қасиеті ұқсас екенін айтып кеткен. 1869 жылы орыс ғалымы Менделеев пен неміс химигі Лотер Майер бір-бірінен тәуелсіз химиялық элементтердің классификациясын жасады. Екі ғалым да химиялық элементтерді атомдық массаның өсуі бойынша орналастырды. Нәтижесінде олар кейбір элементтердің арасында ұқсас периодтық қасиеттерді байқады. Мейерге қарағанда Менделеевтің жұмыстары мен элементтердің периодтық қасиеттері туралы идеялары көбірек назар аудартты. Менделеев өзі құрастырған периодтық кестеде бос орындарды қалдырып кеткен. Мына жерде суретте қарасаңыздар, бос орындарды қалдырып кеткен. Бұл бос орындарда орналасу керек белгісіз элементтерді анықтау көп ғалымның мақсатына айналды. Ғалым 63 химиялық элементті периодтық кестеде көлденеңнен атомдық массаларға өсу ретімен 12 қатарға және 8 тік бағанға жіктеп орналастырған. Ол тік бағандағы элементтердің физикалық және химиялық қасиеттері ұқсас екенін және бұл ұқсастықтар топ ішінде үнемі өзгеріп отыратынын байқады. Осы жаңалық арқылы Менделеев элементтердің тобы түсінігін ұсынған болатын. Ұқсас химиялық қасиеттері бар элементтер сол тік бағанға орналастырылды. Яғни бір топта тұрған элементтердің бізде қасиеттер бір-біріне ұқсас болып келеді. Ғалымдардың бұл жаңалығы ғылымға үлкен өзгеріс енгізіп, химияның әрі қарай дамуына үлкен ықпалын тигізді. Мына суретте көріп тұрсаңыздар, периодтық кестенің қазіргі үлгісі көрсетілген, яғни бұл бізде үлкен немесе ұзын периодтық кестеге жатады.